Саламатсыздар ма балалар? Бүгін сабағымыздың тақырыбы сәндік қолданбалы өнер, зергілік бұйымның набойын даярлау. Материал мен құрал жабдықтарды таңдап алу. Оқу мақсаты: түрлі конструкциялық табиғи және жасанды материалдардан қарапайым зергерлік әшекей бұйым жасау. Сабақтың мақсаты: оқулықта берілген және қосымша тапсырмаларды орындайды. Оқулықтан тыс берілген қосымша тапсырмаларды орындайды. Тақырып бойынша қосымша мәліметтер мен дәлелдер келтіре алады. Бағалау критерийлері: жеке, жұптық, топтық тапсырмаларды орындай алады. Сабақ барысында тыңдаушының назарын өзіне аудара алады. Берілген тапсырманы ұқыпты орындай алады. Дескриптор: шығармашылық жұмысында дәстүрлі емес материалмен үйлесімділікті көрсетеді. Жұмысында өнердің көркем тәсілдерін қолданады. Балалар, сурет салудың, бұйым жасаудың көптеген тәсілдері бізге мәлім. Олардың көмегімен біз ешқандай көркемдік шеберліксіз де өзіміз жасай алады екенбіз. Мына жасалған жұмыстарға назар аударсақ, өзіміз сияқты оқушылар жасаған жұмыстар және өте тамаша жасалған. Енді біз де өзіміз жасайық. Бізге керекті құрал жабдықтар: бірінші, диаметр 1 мм жез, екінші, диаметр 1,5 мм сым керек, және кемпірауыз және қысқыш керек екен, және 3-4 дана көзмоншақ керек екен. Балалар, жұмыс барысында техник қауіпсіздігі ережелерін қатаң сақтауымыз қажет. Балалар, зергілік бұйымдар жасау бұл біздің ата-бабамыздан келе жатқан дәстүр. Яғни сәндік қолданбалы өнеріміз әшекей заттарды біріншіден сәндік ретінде таққан, екіншіден көз тимеу үшін таққан. Үй жиһаздары, ат әбзелдері, ер тоқым, киіз үй, тұрмыстық заттар, зергілер жасаған заттарды сүйекпен, күміспен, алтынмен қаптап отырған екен. Балалар, бүгінгі біздің сабағымызға зергілік бұйым үшін, оның ішінде сақина жасау үшін керекті материалдар. Яғни ол сым темір, мынандай жіңішке сым темір, және сары жездер, 3-4 дана көзмоншақ керек. Мынандай, егер түрлі түсті болса, ол өте жақсы. Және аспаптар, бұл жерде қысқыштың екі түрі, кемпірауызбен және қысқыш керек екен. Енді біз осы мына сым темірден өзімізге керекті бөлшегін кесіп аламыз. Яғни мен шамамен мынандай кесіп алдым. Енді тура соның ортасынан бүйтіп 45 градуста бүктеп майыстырып аламыз. Міне бүйтіп майысты ғой. Енді осы майысқан жеріне көзмоншақтың біреуін саламыз. Яғни бүгінгі сабақта біз қарапайым бір ғана көзмоншақтан тұратын сақина жасайды екенбіз. Сол үшін тағы да мынағын бүйтіп мына шетін қайырып, енді мына қысқышпен мына шеттерін домалақтай бастаймыз бүйтіп. Яғни артық сымдары көрінбес үшін. Шамамен мынандай мына жасалды. Енді мына жезден керекті, яғни ұзындау аламыз, және жездің ұшын тағы да 2 мм-ден кейін 45 градуста бүктеп аламыз. Бұл не үшін? Яғни оны айтпай түсіндірем. Осы қайырған 45 градус қайырғанды тағы да бүйтіп бүктеп аламыз былай. Яғни оның қызметі, біз енді мына көзмоншаққа салған кезде жезіміз екінші жағынан тартқан кезде шығып кетпес үшін. Бүйтіп сым темір өткізген жерінен өткіземіз. Сөйтеміз да мына басындағы түйін бар ғой, сол түйінді яғни қатты тартып мынаның ішіне кіргізіп кетеді. Енді аламыз да шетінен жайлап, асықпай, бүйтіп арасына саңылау қалдырмай бүйтіп орай бастаймыз. Бүйтіп міне орай бастадық. Енді мен міне уже орап біткені. Енді өзіміздің қолымызға шақтап келтіреміз да мына шетінен артық жерін, мына ішіндегі сым темірдің артығын кесіп тастаймыз. Яғни бізге керекті бөлігін ғана алып қаламыз да, қалған бөлігін бүйтіп кесіп тастайды екенбіз. Енді біреуін ұзындау, біреуін қысқалау кесеміз, оның қазір не үшін екенін айтып көрсетемін.
Енді мына басы жаман көрінбес үшін мынаның басын бүйтіп домалақтап, яғни мынау сияқты міне бүйтіп, мынау сияқты бастарын бүйтіп домалақтап қояды екенбіз. Жұмыс істеген кезде егер кедергі түсетін болса, бүйтіп арасын ашып қойып істеуге болады, кейін бір-біріне жақындата саламыз. Бүйтіп домалақтап. Екеуін бірдей қылмай, біреуін ұзындау, біреуін қысқалау бүйтіп қоюға болады. Енді осыны алып, сақинаның істеп жатқан сақинамыздың оң жағын біреуін бір жағына қарап, мынаны екінші жағына қарап, енді бүйтіп қолға тақсақ, мынандай әдемі сақина болып шыға келеді екен. Бұл енді қазір істелген жұмыс. Мен сендерге қосымша тағы да оқушылардың жасаған жұмыстарын көрсетейін. Мысалы, мына жерде түрлі түсті көзмоншақтарды жасаған, басын оюлап қойған. Бұл бір жұмыс. Тағы да міне өздерің сияқты оқушылардың жасаған жұмыстары. Яғни бұдан әртүрлі тоғраусын емес, өзгеше қылып істеуге болады екен. Тек қана сақина емес, бұдан білезік те жасауға болады, құлаққа сырға да жасауларға болады. Балалар, рефлексияға кезек берсек, яғни бүгінгі таңда рефлексияны табыс сатысы арқылы қолданамыз, яғни баспалдақпен көтерілу. Бірінші сатысы мен білемін, екінші сатысы мен түсінемін, үшінші сатысы мен жасай аламын. Үйге тапсырма балалар. Осы жасалған заттарға қарап, басқа да қарапайым заттар жасауымызға болады екен. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңдар.